Үйшік ертегісі. Бірде тышқан өтіп кетіп бара жатып кіп-кішкентай үйшікті көреді. Тышқан тоқтап, "Сүп-сүйкімді үйшікте кім тұрады?" деп есікті тоқылдатады. Ешкім жауап бермейді. Үйшікке кіріп, үйді жинап, терезесін сүртіп, пердесін тігіп қояды. Есігінің алдын тазалап, сыпырады, сыпырғыны алып, есігінің алдын сыпырып тазалайды. Үйдің ішіне кіріп, от жағып, үйді жылытады. Біраз уақыт өткеннен кейін бақа келеді. "Сүп-сүйкімді үйшікте кім тұрады?" "Мен тықылдауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын. Кел екеуміз үйшікте бірге тұрамыз." "Рахмет, менің саған бір көмегім тиер. Ана шөпті алып қораның үстіне жауып берші." Міне жауып қойдым, жап-жаңа болып қалды. Енді ауа райынан қорықпасаң болады. Үйге кір, шай ішеміз, мен пеш жағып қойдым. Енді қоян келеді. "Сүп-сүйкімді үйшікте кім тұрады?" "Мен тықылдауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын." "Сен кімсің?" "Мен қорқақ қоянмын." "Сендер тұрасыңдар ма бұл үйшікте?" "Иә, кел, сен де бізбен бірге тұр. Көңілді болады." "Неге сендердің үйшіктеріңде есік жоқ?" "Біздің шамамыз келмейді қоюға." "Онда мен қояйын." "Кәнекей, мен есікті қойып қояйын." Түлкі келеді, төртеу бірге көңілді өмір сүреді. Өлең айтады. Бірде аю келеді. Ол да үйшікте тұрғысы келеді. Бірақ үйшікке сыймай, үйшіктің төбесіне шығып, сындырып, қиратып алады үйшікті. Бесеуі қайтадан жаңа үй тұрғызады. Үй тұрғызуға көмектесейікші, кәнекей балалар. Бірінші не істейміз? Бірінші үй тұрғызу үшін фундамент құямыз. Бізге не керек? Тас керек. Одан кейін оның дуалы болады. Дуалын тұрғызамыз. Тамаша, кәнекей. Енді несі қалды тұрғызатын? Шатыры қалды. Кәні шатырын тұрғызамыз. Тамаша. Енді бояуға, сырлауға қасқыр келсін. Қасқырды шақырайық. Кәнекей, қасқыр келеді. Қасқыр келді. Қасқыр бояйды. Қасқырға көмектесейікші. Бояйтын бояғышты аламыз, кәні бояймыз. Үй әдемі болып шықты. Енді гүл егуге бақа келеді. Есіктің алдын әдемі қыламын дейді. Кәні гүлге су құюға көмектесеміз. Тышқан, қоян, қасқыр, бақа, аю, бесеуі бірге өмір сүреді. Ертегі осымен аяқталды балалар. Сау болыңдар.